Бай әкесі ұлын түрмеден шығару үшін қыруар ақша жұмсап, оған ақыр заман жақында қалғанын айтады. Ол алдын ала жер астындағы жасырын бункерден орын дайындап қойған. Ол жақта оның анасы мен әжесі күтіп отыр. Бұл отбасының қайта қауышып, аман қалуына арналған жалғыз да соңғы мүмкіндік еді. Жолда Макс әкесінен бұл құпияны қалай білгенін сұрады. Әкесі теннис клубында танысқан бір полковник арқылы бункер ұйымдастырушылармен байланысқа шыққанын айтады. Барлығы қатаң құпиялықпен жүзеге асырылып, бұл баспанаға миллиондаған евро жұмсалған. Кемера Underground Park деп аталатын бұл жерасты кешені көл түбінде 275 метр тереңдікте орналасқан. 7 жыл бойы салынған нысан әлемдегі ең бірегей паналардың бірі ретінде бағаланады. 3 деңгейлі бункер 45 отбасын қабылдай алады. Әрі адам төзгісі жағдайлардың өзінде қорған болатын берік құрылым. Тұрғындар ішке кіргізілгенде дәлізде қарсы алу дауысы естілді. Әр адамға жеке шкаф беріліп, оған жеке заттары мен ұялы телефондар салынады. Бұл олардың орналасқан жерін ешкім бақылай алмас үшін жасалған сақтық шарасы еді. Осындай қатаң қауіпсіздік шаралары адамдардың өзін одан сайын қауіпсіз сезінуіне себеп болды. 20 мың шаршы метр аумақ кең, әрі сәнді етіп жасалған. Бұл жай ғана баспана емес, бай адамдар үшін жер астында салынған нағыз жұмақ еді. Ақыры Макс көптен көрмеген отбасымен қайта қауышты. Кемір қабырғалардың ортасында отбасы мүшелерінің сағынышы мен жақындығы қайта оянғанымен, көп ұзамай мазасыз хабар жетеді. Соғыс басталғалы тұр. Бункерді қараңғылық басып, қызыл дабыл шамдар жарқылдады. Радиодан шұғыл бұйрықтар естіледі. Барлық қызметкерлер дереу күмбезге барыңыздар. Бұл ең қауіпсіз аймақ. Бункердегі адамдар абыр-сабыр болып лифттерге қарай жүгірді. Ақыры олар жер астындағы 314 метр тереңдікте орналасқан күмбезге жетеді. Минерва ортаға шықты. Дауысы суық әрі салмақты еді. Ол әскери базаға ядролық соққы жасалғанын хабарлады. Аз уақыт бұрын болған сілкіністер сол жарылыстың кейінгі толқындар екен. Оның сөзі аяқтала салысымен теледидар экрандары қайтадан жылтылдап кетті. Тағы бір ядролық шабуыл жасалғаны белгілі болады. Бірнеше мемлекет жауап ретінде соғысқа араласқанда жан-жақтан ядролық зымырандар көкке атылды. Көп ұзамай сыртқы әлеммен келіп тұрған бейнебақылау сигналдары бірінен соң бірі өшіп, айналада тек адамдардың жүрек соғысы мен ауыр тынысы ғана сезіледі. Барлығы нағыз апокалипсистің басталғанын түсінді.